Қош келдіңіздер. Бүгін менің YouTube каналымда қонақта Бибисара Өтеген. Бибисара Өтеген, өз жөніңізде қысқаша таныстыра кетсеңіз. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Бибисара Өтеген. Жасым 61-де, мамандығым санитарлық дәрігер. Санитарлық дәрігер еңбек гигиенасы бойынша жоғары санаттағы санитарлық дәрігер болып есептелем, және Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі дегенде атағым бар. Керемет. Енді келесі сұрағым, Бибисара Өтеген, мен Бебик компаниясында лидер болып есептелем. Және сізде осы компанияның мүшесі, лидер болғандықтан сізге біздің LF8 және ACL8 жөнінде сұрақтарым бар. Бұл қандай өнім, толығырақ айта кетсеңіз? Өте жақсы сұрақтар. Сымбат, менің қолымда тұрған LF8 және ACL8 деген 21 ғасырдың өнімі. Бұл клетканың тамағы дейміз. Бұл өнімнің қасиеті неде, артықшылығы неде дейтін болсақ, LF8 бұл күндізгі тамақ. Біріншіден адам ағзасындағы зат алмасу процесін бір қалыпқа келтіреді және иммунитетті көтереді. Оның құрамында адам ағзасына қажетті бүкіл макро, микроэлементтердің, дәрумендердің барлығы бар. ACL8 болатын болса, бұны түнде пайдаланамыз. Сіз ұйықтап жатасыз, сіздің желудочный кишечный тракт дейміз де ғой, бүкіл ішек, қарын, бауыр, солардың қызметін бір қалыпқа келтіріп, қан тамырларын тазартып және лимфатический узлы дейміз, соның бәрін тазартады. Сонымен бірге сіздің ұйқыңызды тыныштандырады. Біріншіден мидың жұмысын бір қалыпқа келтіреді. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде жас сәбидің ұйқысындай болып, ұйқыңыз қанып, бүкіл мына орталық нерв жүйелерінің бәрінің жұмысын бір қалыпқа келтіріп, сондай қызметтер жасайды. Өте керемет, өте сондай маңызды продукт болып саналады. Енді келесі сұрағым, көп өзің сияқты врач, медицина саласындағы қызметкерлер онша көп сене қоймайды. Сіз өзіңіз бұл продукцияға қалай келдіңіз, қалай сеніп келдіңіз, сол жөнінде өзіңіз нәтижеңізді айта кетсеңіз? Дұрыс айтасың, Сымбат. Бұл өнімге әсіресе көбінесе мына дәрігерлер жағы өте көп сене бермейді. Солардың біреуі мен болдым. Бұл өнімге сенбедім, сенбесем де біз семьямызбен пайдаланып іше бастадық. Баламның қолындағы сүйел дейміз ғой. 3 аптада сүйел кетті. Өзінің жоғары қысымды давление бар, сол бір қалыпқа кетті. Мынау жаз айларында болатын аллергия дейміз ғой. Сол аллергиям кетті. Сонымен бірге жүректің жұмысы бір қалыпқа келді. Келіннің гемоглобині бір қалыпқа келді. Міне біз отбасымызбен осындай керемет, осындай нәтижелерге жеттік. Сондықтан да мен санитарлық дәрігер ретінде халыққа айтарым, бәріңізде осы өнімді ішулеріңіз керек дер едім. Ішуге шақырамын. Мен басында сіз жөнінде біраз осы компанияға келгенде біраз тарихыңызды естуім бар. Соны қайталай кетсеңіз, басында келгенде қандай бұл продукция қандай требования қойдыңыз ба айтқанда? Дұрыс айтасың, Сымбат. Қандай сенімшілік ретінде, сенбеушілік болды сіздерде? Болды, әрине санитарлық дәрігер ретінде бұның ең бірінші сертификатын талап ете бастадым. Өйткені шынымен де бұл басқа мемлекеттен келіп тұрғаннан кейін, шетелден, оның ішінде Америкадан келіп тұрғаннан кейін, жаңағы мемлекет аралық сертификат деген болады. Болмаса осы мемлекеттің сертификаты болады. Солардың біреуі де болған жоқ. Осыны маған көрсетіңдер деп тұрып алдым. Но дегенменен жаңағыдай отбасыменен жаңағыдай нәтижеге жеткеннен кейін маған сертификаттың өзі керек болмай қалды. Шынымен де бұл өнімдер негізінде 700 аурудың алдын алу мақсатында жасалған болатын болса, қазіргі таңда, Сымбат, өзің білесің, 2,5-3 мыңнан артық халықтардың алып жатқан нәтижелері бар. Сондықтан да сенуге болады дедім. Өте жақсы нәтиже. Сіздің отбасыңызға өте қуаныштымыз осындай нәтиже алып жатқанына. Бұл бір ғана оқиға, ал ғаламторда, YouTube каналында 300 мыңнан астам нәтижелер бар. Соларды өздеріңіз кіріп, қарап нетіңіздер болады.
Енді осы әңгімемді соңдайтын сұрағым, өзіңіз сияқты врач мамандарға, медицина саласында жүрген адамдарға қандай сөз айтушы едіңіз өз атыңыздан? Медицина саласында жүрген мамандарға айтарым, ешқандай да күмән тумасын, қорықпаңыздар. Бұл жерде адамды емдеу емес, ауруды алдын алу мақсатында жұмыс жасау керек. Профилактика, себеп профилактика дейміз ғой. Сол себепті дәрігерлердің ең бірінші жұмысы профилактика, аурудың алдын алу мақсатында осыны әрбір тұрғынға, әрбір халыққа жеткізу біздің міндетіміз деп есептеймін. Өте керемет сұхбат болды. Ал енді менің көрермендерім, каналға жазылыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, бәрін қараймыз. Келесі видеоларымызда кездескенше қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.